Бір күні немересі әжесінен: әже, сіздің жасыңыз нешеде деп сұрады. Әжесі айтты: менің қазіргі жасыма тағы да осынша жасты қосып, одан 10-ды азайтатын болса, менің жасым 100-де болады. Әжесінің жасы нешеде? Кәні осы есепті шығарып көрейік. Бұл есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Қазіргі әжесінің жасын біз x деп аламыз. Оны дәл сонша жасты қосу үшін x-ті 2-ге көбейтеміз, иә? Сосын одан 10-ды азайтатын болса, 100-де болады, иә, әжесінің жасы. Міне осындай теңдеу шықты. x көбейту 2 тең 110 шықты, иә? Ал енді x тең 110 x тең 55. Сонда әжесінің жасы 55-те. Бір үйдің 3 баласы бар. Үлкеннің жасы 15-те, екінші баласының жасы 11-де, кіші баласының жасы 7-де. Осы 3 баласының жасын қосқанда анасының жасы шығады. Ал кішкентай 2 баласының жасын қосып 2 есе арттырғанда әкесінің жасы шығады. Қайсысының жасы үлкен? Анасының ба, әлде әкесінің бе? Қанша жас үлкен? Мына есепті шығарып көріңдер. Ағайынды 3 адам саяхатқа шығыпты. Олардан жасын сұрағанда біреу былай депті: менің жасым 31-де, ал ағам інімнен 2 есе үлкен. Ағамның жасы інімнен 2 есе үлкен деп тұр. Ал үшеуміздің жасымызды қосқанда 100 болар еді депті. Сонда оның ағасы мен інісінің жасы қаншада?